Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге печенье дайындайтын боламыз. Бар болғаны бір жұмыртқадан бізге керегі ұн, сары май, бір жұмыртқа, разрыхитель және де құмшекер. 100 грамм құмшекерімізді саламыз. Оған бір жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырамыз. Құмшекеріміз еруі қажет. Сары майымыз еріп тұрған сары май болуы қажет. Бөлме температурасындағы алдын ала шығарып ертіп қойыңыздар. Оған разрыхителімізді қосып, жақсылап араластырып. Қыздар, ұнды бөліп саласыздар, бірден салмаңыздар. Қолыңызға жабысып жатса қамырымыз, тағы да ұн саламыз, көп салмаймыз мөлшерден. Осылай қамырымызды елеп қоямыз. Бізде осындай тесто шығуы қажет, қолға жабыспауы қажет. Қамырымызды бірнеше бөлшектерге бөліп, осылай домалақтап аламыз. Печеньемізді осылай противеньге қойып, осылай стаканмен немесе қолдарыңызбен басып шықсаңыздар болады. Осылай ортасын жүрекше формаға кішкене келтіріп басып шығамыз. Өздеріңіз қалаған джемдеріңізді қоссаңыздар болады. Рецепті описание бөлімінен көре аласыздар. Пешімізді қыздырып қоямыз. 170 градуста 10 минут пісіріп аламыз. Өте әдемі осындай печенье шығады. Жасап көріңіздер. Өте дәмді шықты. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.